Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Бүгін мен сіздерге QR кодтың мүмкіндігі туралы айтпақшымын. Ол үшін біз Google-ға QR деп жазсақ, QR кодер деген шығады. Ең бірінші сол сайтқа кіреміз. Генератор QR кодер деп тұрады. qrcoder.ru сайты. Осы жерде біз кез келген мәтінге, яғни кез келген пәнімізге қатысты тапсырманы дайындап алып, QR код түрінде ұсынсақ болады. Немесе қандай да бір сайтқа сілтемелерді ұсынсақ болады. Ссылку на сайт деп тұр. Визитная карточкуды ұсынсақ болады. SMS-сообщениені ұсынсақ болады. Яғни любой текст деген жерге біз кез келген өзімізге қажетті мәтінімізді, яғни тапсырмамыздың шартын мына жерге терсек болады. Қазір мен бір тапсырма дайындап қойдым, соны көшіріп алып келемін. Осы жерге қояйын. Содан кейін создать код дегенді басамыз, бізге QR кодты дайындап берді. Осылай біз копировать картинку деп қымыжымызға, слайдымызға апарып қойсақ болады. Немесе біз сохранить етіп аламыз. Немесе біз print screen деген перне бар, клавиатурада, соны басып, қажетімізше біз скриндеп аламыз. Енді біз бұл жерде қара түсті QR кодты пайдаланып отырмыз. Кей кездері оқушыларға түрлі түсті QR кодтарды қолдансақ болады. Ол үшін біз Google-ға QR десек, QR код monkey деген шығады. Яғни qrcodemonkey.com деген сайт бар. Осы жерде біз түрлі түсті етіп QR кодты ұсынсақ болады. Мына жерге біз қандай да бір сілтеме қоямыз. Қазір URL деп тұр. Осы жерге, мысалы, мен өзімнің каналымның сілтемесін көшіріп алып, осы жерге қоямын. Сосын, мына жерде set colors деген жерде түрлі түсті таңдаймын. Мысалы, қызыл түсті, оған көк түсті қосып, немесе жасыл түсті таңдайын. Сөйтіп, мына жерде линияларын өзгертіп, өзіңіздің қалағаныңызға сай Grid QR код деп басасыз. Сонда бізде жасыл және қызыл түсті қолдана отырып QR кодты дайындап берді. Осы QR кодтың сілтемесін біз жаңа print screen пернесі арқылы белгілеп, қажетімізше ерекшелеп, осылай етіп көшіріп алсақ болады. Немесе жай ғана тапсырма емес, сонымен қатар біз жоғарыда текстке барып, біз мысалы сынып оқушыларын топқа бөлген кезде QR код арқылы ұйымдастырсақ болады. Мысалы, мына жерге бірінші топ деп жазайық. Сосын мына жерде тағы да өзіңіз қалағаныңызға сай түсті таңдап аласыз. Мысалы, жасыл және көк түстерді кірістіре отырып, бірінші топтың QR кодын дайындап берді. Оны біз жаңа print screen арқылы көшіріп әкеліп қоямыз. Немесе сіз екінші топтықын басқа да түсті таңдап, мысалы, қызыл мен сарын таңдап қойсаңыз болады. Ары қарай енді фантазияңызға байланысты қолдана бересіз. Бұл бізде QR код monkey түрлі түсті QR кодты ұсынады, ал qrcoder.ru бізде қара түсті QR кодтарды ұсынады. Егер сіз енді кейбір камераларда бізде соткаларымызда QR кодты оқымай жатады, сондай кезде мен сіздерге QR бот деген бар бізде. QR бот деген, яғни оқушыларға QR бот деген приложениені App Store-да немесе Play Market-тен скачать етіп алыңыз. Сол кезде ол оқитын болады. Кейбір оқушылардың камералар біздерде QR кодты оқымай жатады. Сол кезде сіз QR бот деген приложениені соткаға жүктеп алуды талап етесіз. Кәделеріңізге жарасын, менің каналыма тіркеліп лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз.